Бүгін 4 мамыр 2026 жыл. Біз мына Сайрам су өзенінің қасында тұрмыз. Тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Төле би ауданы әкімдігі. Бұл жерде мен айтайын дегенім, мынау 1 мамыр, 2, 3 мамыр осы демалыс күндері мына өзеннің жағасына демалушылар келіп, түрлі күл-қоқыстың барлығын тастап кеткен. Бұл жерде әр демалушы өрт ұйымдастырған, қазан ошаққа өрт жаққан, самауырларын жасаған. Одан кейін мына жерде барлық күл-қоқысты жартысын өртеп, жартысын суға ағызып, осындай өкінішті жағдайлар болып жатыр. Су қорғау аймағы бар, бірақ өкінішке орай біздің туристеріміз, демалушыларымыз осындай біздің табиғатымызды, сұлу табиғатымызды, осындай керемет өзенімізді ластап жатыр. Мен барлық демалушыларға айтарым, құрметті біздің жерлестеріміз, табиғаттың аясында өрт шығару ол құқық бұзушылық болып саналады. Суға қоқыс тастау, осы жерде қоқысты қалдыру ол әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады. Сондықтан біз өзіміз мақтанамыз, таза ауаға, таза табиғатқа келеміз, бірақ өзіміз келіп, осы таза табиғатты ластап кетіп жатырмыз. Құрметті жерлестер, құрметті демалушылар, осындай іс-әрекетті доғаруларыңызды сұраймыз. Келсеңіздер, өздеріңіздің күл-қоқыстарыңызды тастамай, мәдениетті түрде демалып, өрт шығармай, күл-қоқыс тастамай кетулеріңізді сұранамыз.